Теңіз жағасында ескі жер үйде шал мен кемпір өмір сүріпті. Шал балық аулайды да, кемпірі тоқыма тоқиды екен. Бір күні шал теңізге ау салса, оған алтын балық түсіпті. Алтын балық адам даусымен жалына бастайды. Мені теңізге жібер, не тілесең бәрін орындаймын дейді. Шал мұндай кереметке таң қалды. Жөніңе жүзе бер, боссың, маған еш нәрсе керек емес деп, шал алтын балықты жібере салды. Үйге келіп шал болған оқиғаны кемпіріне айтады. Кемпір шалға ашулана бастайды. Сен ақмақсың, балыққа барып одан жаңа үй сұра. Біздің үйіміз әбден тозды. Шал теңізге келіп, алтын балықты шақырады. Балық оған жүзіп келіп, шал, саған не керек дейді. Менің кемпірім маған ашуланып жатыр. Оған жаңа үй керек дейді қарт. Қайғырмай үйіңе қайта бер. Жаңа үй болады деп жауап береді алтын балық. Шал үйіне қайтып келсе, оның орнында жаңа үй тұр. Кемпір тағы шалды ұрса бастайды. Сен ақмақсың, ашық ауыз. Неге үй ғана сұрайсың? Қайта барып балыққа айт. Менің қара шаруа емес, ақ сүйек болғым келеді. Шал теңізге келіп, алтын балықты тағы шақырды. Балық жүзіп келіп, саған не керек деп сұрайды. Кемпір мені бұрынғыдан бетер ұрсып жатыр. Жай шаруа емес, ақ сүйек болғысы келеді дейді шал. Қайғырма, бұл тілегіңді де орындайын деп жауап береді алтын балық. Шал үйге оралса, үйдің орнында керемет, үлкен үй тұр. Үйдің алдында қабағын түйіп, кемпір отыр. Қымбат киімдер киіп алған. Айналасында қызметшілер қызмет көрсетіп жатыр. Балыққа барып айт, деп айғайлайды кемпір. Ақ сүйек емес, патшайым болғым келеді. Шал балыққа келіп, менің кемпірім тағы ашуға мінді. Енді ақ сүйек емес, еркін патшайым болғысы келеді дейді. Уайымдамай жөніңе жүре бер. Кемпірің патшайым болады деп жауап беріп, балық теңізге сүңгіп кетеді. Шал үйіне оралады. Жаңа үйдің орнында патша сарайы тұр. Ал кемпірі тақта отыр екен. Ақсүйектер оған қызмет көрсетіп жүр. Айнала айбарлы күзетшілер. Енді жаның риза тапқан шығар деп сұрайды шал. Кемпір ашуланып, оны ауладан қуып шығуды бұйырады. Қайтадан балыққа бар, деп кемпір әмірін айтады. Менің патша болғым келмейді, теңіз әміршісі болғым келеді. Алтын балықтың өзі маған қызмет етіп, құлым болсын деп кемпір бөседі. Шал тағы теңіз жағасына келіп, алтын балықты шақырады. Оған балық жүзіп келіп, шал, саған не керек дейді. Бұл қарғыс атқан кемпірді не істейді? Оның енді теңіз әміршісі болғысы келеді. Және сен оған қызмет етсін деп қалайды дейді шал. Балық үн қатпады. Құйрығын бір бұлғады да жүзіп кетті.
Алтын балықтың жауабын шал ұзақ күтті. Күте болмаған соң, ол кері қайтты. Кемпіріне жетіп келді. Қараса, баяғы жер үйі орнында тұр. Есік алдында кемпір отыр. Қасында сынық астау жатыр.